төртеуі келді ғой қатар бірінен кейін бір-біріне. Бәрінің айтатын бір сөз, сен Әблязовқа қарсы сөйле дейді. Сосын ары ойластым, бері ойластым, мен бәріне тойтарыс бердім, Әблязовқа қарсы сөйлемеймін дедім. Америкада болғанда сіз енді сөйлеп жатсыз ғой, күнде сөйлеп жатсыз, сонда айтып жатсыз, бұлар біріне мәжбүрлеп жатыр деп, саясатқа шығуға деп. Соны нақты кім тыңдап отырды ма? Бірақ шырылып кетті Омархан Алтын. Жаны шығып кетеді, Әблязовпен дос болып кете ме деп. Ал содан кейін сіз Әблязовпен араласпаймын дегеннен кейін Омархан Алтынның да үні өшіп қалды. Бұл жөнінде бір-екі сөз айтып өтсеңіз. Әблязов деген тақырып мен қашқан сайын менің артымнан қалмайтын бір сұмдық тақырып болды ғой. Қаштым мен Әблязовтан. Маған кембінің бәрі келеді. Анау Франциядан Le Monde дейтін газет бар. Оның енді тиражы осы 50 миллион ба сондай тиражбен тарайды. Дүниедегі әйгілі газет. 30 француз тілді мемлекетке тарайды. Соның 3 тілшісі келді. Артынан келді оның артынан. Сол Le Monde келген күні президент аппаратынан жаңағы үш жігіт кішкентай өздерінің кішкентай ұшағымен ұшып келді. Сосын менімен жаңағы әуежайда кезікті, артынан офиске келді. Сонда олар айтады, мына Le Monde'нің журналистін Әблязов жіберді дейді. Сон бергел дедім, отырдым. Анау маған тілшілердің берген визиткасындағы атын Google-ге теріші дедім. Әгілер Google-ге тер алады екен, енді қанша айтқанмен. Google-ге терді, сосын мақаласын оқышы дедім. Ойбай оқи алмаймыз, оқы мақаласын, Google-мен аударып оқы дедік. Сөйтсе ол келген тілшілер тек қана Шыңжаң туралы жазады, Қытай туралы жазады. Сосын мен айттым, Әблязов ойтып жібермейді. Әблязов жазса сол Орта Азия, Ресей, Совет одағы елдері туралы жаңа жазатын журналистермен араласады. Ал бұның бәрі тек сол Әблязовсыз-ақ тек Қытайды жазып жүрген журналистер. Тақырыбы сол, зерттеуі сол. Сендер өз бас қатырмаңдар дедім. Содан сол Әблязов өзі менен кетпей қойды. Bir күні жаңағы анау журналист Ораз Әлімбек келді маған. Сен Әблязовқа қарсы лекция сөйле деді. Неге деймін ғой? Неге сөйлеймін? Әблязов ол өз алдына жүр. Мен өз алдыма жүрмін. Мен оны тіпті танымаймын. Оның саяси жобасында білмейді екенмін. Сөйсем жаңағы сен Әблязовқа қарсы сөйлемесең, билік сені Әблязовтың адамы деп соттайды дейді. Енді сонда мен Әблязовтың адамы емес болу үшін Әблязовты жамандау керек деген ол қандай теория бар деймін ғой. Оның артынан тағы бір журналист келді, енді оның атын айтпай-ақ қойын. Ол да келді жаңағы артынан Әблязовты жамандап сөйлей қой деді. Оның артынан тағы бір жаңағы журналист келді, үшіншісі Әблязовты жамандап сөйлей қой деді. Оны Омархан Алтыншыға жіберіп отқан бірінен соң бірін. Төртеуі келді ғой қатар бірінен кейін бір-біріне. Бәрінің айтатын бір сөз, сен Әблязовқа қарсы сөйле дейді. Содан мен айттым, мен Әблязовты білмеймін. Екінші Әблязов ол Қазақстанның ішкі саясатына кіріп жүрген азамат. Мен тіпті, міне, Құдай тұр ғой, мен Құдайдың атымен, мен Әблязовтың сотталғанын да білмейді екен. Білмейді екен, міне, Құдай тұр. Солар Әблязов дей бергенде кейін бар, мен Әблязов кім деп оқыдым ғой. Орысша білмеймін, Әблязов туралы ағылшыншаларды оқыдым. Дедім. Сөзсем оны Астана қаласы Есіл аудандық соттаған екен ғой сыртынан. Ол Еуропада да сотталған екен. Мен содан кейін барып білдім. Міне ал керек десеңіз. Өзіңіз сияқты экстремист қой. Ол сол жаңағы. Содан қызық бол 5 наурыз ғой деймін. Дат газетінің бас оқырман Ермұрат Бапиды 6 наурыз күні болатын Сайрагүл Сауытбайды қорғау, Сайрагүл Сауытбайдыға араша сұрау деген бір үлкен халықаралық іс-шара өткіздік. Және қайырымдылық іс-шара өткіздік. Онда 9 тілде Сайрагүл Сауытбайға бостандық, Қытайдағы геноцидке тоқтау салу керек, стоп геноцид деген 9 тілде плакаттар дайындады. 200-дей адам жиналды. 200 адамға 9 түрлі мазмұны ұқсамаған плакаттар ұстатып, ролик түсірдік, фото түсірдік. Ол бүкіл Еуропа, Американы жарды ол фотоларымыз. 200-дей адам, ойлаңыз, бірде ағылшынша плакат ұстап тұрады бәрі, бірде немісше плакат ұстап тұрады, бірде французша плакат ұстап тұрады. Ең соңында норвег тілінде, малай, индонезиян тілдерінде плакат ұстатып, жаңағыларды араб тіліне дейін
түрік тіліне дейін сөйтіп түсірдік. Содан Ермұрат ағамды шақырып 5 наурыз бардым ғой, ертең 6 наурызда осындай іс-шара болады, келсеңізші қатысыңыз дедім. Сөйтсем әңгімелесіп қалдық. Ай, не болды дейді, осы мені жан жақтан айналамнан өсі шыны бар, өтірігі бар, маймылы бар, кейбіреусін кім екенін де білмеймін, қалың, жарылқағыш, жаңағы ұлтшыл, қайраткер, қазағы дегенде еңірегенде етегі толатын әулие, менің бәрі нағыз атажұрттың табалдырығын тоздырды ғой. Солардың бәрі келіп маған кітаптарын ұсынып, мені аяйтындықтарын, қолдайтындықтарын, бірақ Әбілязовқа қарсы сөйлемесем шатақ болатынын айтып кетті ғой бәрі. Соны айттым. Ермұрат Бапи айтты. Өзің біл, өзің таңда, бірақ бұл биліктің жобасы, сен Әбілязовтың жаңағы жақтаушылары мен сенің жақтаушыларыңды бір-біріне ұрып, жаңағы сексеуілге ұрады. Қысқасы, сен енді менің өзім түсініп тұрмын, сенің Әбілязовпен қатысың жоқ қой деді. Сосын ары ойластым, бері ойластым. Мен бәріне тойтарыс бердім, Әбілязовқа қарсы сөйлемеймін дедім. Дұрыс. 6 наурыз іс-шара өтті, 7 наурыз CNN келді, 8 наурызда IBC келді Америкадан, одан жаңағы Америка National Public Radio келді, Германиядан бір журналистер келді. Сөйтіп, нағыз атажұрт еріктілерінде, бір атажұрт еріктілерінде 7-8 мемлекеттің журналистері үйіліп, жаңағы адамдар ию-ғию болып, 147-157 адам келеді жаңағы. Есімде қалған сан. Теке, осы жерде сөзіңізде болып жүріп, мен сұрайшы, соншалықты қызығат адамдар атажұрт ісімен солардан қандай сұрақ оларды қызықтырып атқан? Қытайдың геноцид жөнінде жаңағы қазақтарды, ұйғырларды. Оларда ешқандай ақпарат жоқ, сонда мен түсінгенім, иә? Ақпаратқа қашпа ондай. Қытайдағы қазақтарға, ұйғырларға, қырғыздарға жасап жатқан геноцидті әшкерелеген біз қазақтар ғана, яғни біз. Ал мынау шетелде жүрген 100 мыңдаған ұйғыр бауырлар өкінішке орай, олар бірнеше себепке байланысты Қытайдағы геноцидті олар әшкерелей алмай қалды. Біз осы жұмысты бастап 1,5-2 жылдан кейін барып ұйғыр бауырларымыз қозғалды. Оған енді бірнеше себеп болды. Біріншісі, оларда бізде енді қалай болмасын айту, Қазақстан деген ел бар ғой, бізде бір табанымызды тірейтін бір тұрағымыз болды. Және бізге арыз берушілердің бәрі Қазақстан Республикасына көшіп келіп, азаматтығын алып, өзінің толық құқылы азаматпын деп сезінетін Қытайдың қазақтары болды. Ал енді жаңағы шетелдегі ұйғырлардың көбі сол өзі барған елінде босқын болып жүрді, жаңағы беженсі дейміз ба, жаңағы refugee, asylum seekerмен жүрді, Түркиядағыларында жаңағы азаматтық болды. Бұл екіншіден олар сол өзі барған елінің өзінде олар бір қорықты, екіншіден оларда шашыраңқы болды әр жерде. Үшіншіден оларда арнайы түрде осы факты дәлел жинау туралы бір ұйым жұмыспен айналыспады. Олар кейін бізден көріп барып, 1,5-2 жылдан кейін барып, бізден көріп, тура біз ұқсап, әркім өзінің жаңағы Қытайдың лагерінде нақақ сотталған туысының суретін кеудесіне қойып, менің туысым қайда деп шығатынды содан кейін бастады. Ал біз бүкіл дүниеге Қытайдағы геноцид туралы ақпаратты біз дүрілдетіп бердік те жаттық. Содан жаңағы бүкіл дүние жүзінен жаңағы анау жаңағы кептерге жаңағы көгершінге бидайды шашып кеп жіберсеңіз, көгершіндер үйілмелеп келеді ғой. Сол сияқты біздің Қазақстанға, Алматыға ұмтылды ғой. Оны мысалы ағылшын тіл білетін елдердің бәрі деді, Қытай қылмысын ашатын терезе деді. Қытайға қарсы алдыңғы шеп деді. Алматыны. Жаңағы бүкіл Қытайдағы геноцидтің жаңағы бұл қайнар көзі деп тұрып айтты. Сөйтіп біз дүрілдеп жатқанда 10 наурыз күні күндіз біздің жаңа құжынаған 7 бөлмелі офисіміз бар жаңағы Көкбазардың алдында Жібек жолы 50 деген ғимаратта, кварталдың 7-ші қабаты. Сөйтіп жатқанда құлақтарына жаңа тыңдағыш қойған, түрлері суық өрт сөндіргендей, былай түрінен де бір жаңа ызғар шығып тұратын, беттерінде бір адамда тән жылылық болмай, әбден жаңағы саз беттеніп кеткен 7-8 жігіт біздің офиске келеді. Жігіттер сұрайды, кімсіңдер десе, арыз бергелі келдік дейді, бірақ түрлері бір түрлі. Артынан біздің жігіттер оларды түрі басқа екенін біліп, полиция звондаса, әкелер қашады. Полициялар жаңа келеді, полициялар, бірақ аналарды көріп тұтқындамайды, сөйсе олар сол полицейдің адамы екен. Сол 10 наурыз күні мені офистен тұтқындап кетпекші болған екен.
Одан жігіттер айтты, Секе үйге қайтпаңыз бүгін. Мыналар қауіпті, бір камерасы бар, қонақ үйде жатыңыз деді. Қонақ үйде жатқан жерден түнде сөйтіп барымталап кетті. Ал енді менің жаңағы айтпақшы болғаным, біз шынында да Қазақстанның бір ішкі саясатына кіріспеп едік. Маған сол кейін білер ұлттық қауіпсіздік комитеті Әбіләзов деп миымды жемесе, мен сол Әбіләзовтың кім екенін де білмей кететін едім. Мен жолдастарым күледі жаңағы. Баяғыда бозбала күнде қалың жігіт отырып футбол көреді. Мен бір футболисті танымаймын. Мен ана футбол көргенге уақытымды қимаймын. Одан гөрі бір кітап оқып, бір жаңағы шетел тілін үйренсем деймін. Мына тақырбасың не деген мықты демеді деп қалам ғой ара тұра. Сөйтсем ана жігіттер құлақ қалады. Сөйтсем ол әлемге әйгілі футбол шолпан екен, мен оны мынау тақырбасың деймін, танымаймын. Тура сол сияқты мен Әбіләзовты де таныған жоқпын ғой. Маған Әбіләзовты танытқан Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның жалдамалы журналистері.